Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын дәмді тіске басар рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге осындай таза құрғақ алмалар қажет болады. Алмаларды алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелектеп турап шығамыз. Біздің алмалардың көлемі осындай болып шығады. Енді әрбір алманы алып, осындай кондитерлік насатканың көмегімен ортасындағы артық жерлерінен алып тастаймыз. Егер сіздерде кондитерлік насатка болмаса, онда қарапайым үйдегі бутылкалардың қақпағын да қолдансаңыздар болады. Өте ыңғайлы алынады. Біздің алмаларымыз осылай ортасы қуыс, шеттері дөңгелек болып, осындай көлемде барлық алмаларымызды турап аламыз. Енді дастарханымызға кішкене ұнды сеуіп, дайын қатпарлы қамырды оқтаумен жаюға кірісеміз. Мен қатпарлы қамырдың ашытқысыз түрін пайдаландым. Оны екі бөлікке бөліп, әр бөлігін осылай видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты қалыпта жаямыз. Шамамен қамырдың қалыңдығы 2-3 мм болады. Қатты жұқа жаюдың қажеті жоқ. Енді осы жайылған қамырды видеодағыдай етіп, ұзынша жолақтарға кесіп шығамыз. Дайындап қойған дөңгелек алмаларымызды алып, видеода көрсетілгендей шеттерінің барлығын қамырменен орап жауып шығамыз. Егер сіздердің жауып жатқан қамырларыңыз бітіп қалған болса, онда келесі қамырды алып, жаңағы қамырға жалғап, толықтай алманың беті жабылғанға дейін ораймыз. Осылай барлық алмаларды толықтай жапқанға дейін және қамырымыздың барлығы біткенге дейін жауып орап шығамыз. Бұл тағамды дайындар алдында алманың тәтті, дәмді түрін қолдануға кеңес беремін. Себебі қолданатын алмаларыңыз қаншалықты тәтті болса, сіздердің дайындап жатқан тәттілеріңіз соғұрлым тәтті әрі дәмді бола түседі. Сол себептен алманы таңдар алдында қатты назар аударып, ең тәттісін және хош иістісін таңдауға кеңес беремін. Дайын болған тәттілерімізді пергамент қағазы төселген формаға орналастырып, шайқалған жұмыртқаменен беттерін толықтай жағып шығамыз. Бетін міндетті түрде жауды ұмытпаңыздар, сол кезде сіздердің қамырларыңыз сарғайып әдемі болып шығады. Енді әрбір тәттінің бетіне осылай қантымызды видеодағыдай етіп салып шығамыз. Мейлінше көбірек салуға тырысамыз, сол кезде біздің тәттілеріміз өте дәмді болып шығады. Алдын ала қыздырылған пеште шамамен 160-180 градус аралығында 15-20 минуттай пісіреміз. Міне осылайша біздің тәттіміз дайын, осындай өте әдемі болып шығады. Оны толықтай суытып, бетіне қант ұнтағын себеміз. Қант ұнтағын сепсеңіздер, сіздердің тәттілеріңіз одан сайын дәмді бола түседі. Осылайша біздің тәтті, дәмді, хош иісті бөлкелеріміз дайын, өте керемет дәмді болып шықты. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бірден бір түйірі қалмай желініп кететініне сеніммен айта аламын. Видеоны қарағандарыңызға алғыс білдіремін. Сіздерге видео пайдалы болып ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.